Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше қазіргі хит болып жатқан пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, және де лайк, подписка бөлімін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тестасын жасаймыз. Бізге қажетті заттар описаниеде жазып кететін болам. Ыдысымызға бірінші ұнды електен өткізіп салып аламыз. Оның үстіне майымызды салып, осылайынан песочный болғанша қолмен илейтін боламыз. Енді осының үстіне қантымызды және қамыр қопсытқышымызды салып араластыратын боламыз. Енді бір жұмыртқамызды салып, нанымызды илейтін боламыз. Мінекей қамыры дайын болды. Енді осыны целлофанға салып, 15-20 минутқа қамырын тындырып қойып қоямыз. Енді пирогымыздың салмасын дайындайтын боламыз. Осылай өрегімізді жақсылап жуып, осылай төртбұрыштап турап аламыз. Жаңғағымызды да осылайынан бөлшектеп турап аламыз. Бізге салмасына қажет болатын заттарымыз. Енді дайын тұрған тестамызды алып, осылайынан формамызға салатын боламыз. Енді ішіне жақсылап салмамызды саламыз. Барлығын жақсылап салдым. Толық араластырса болады, или осылай қойып қойсаңыздар да болады. Енді үстіне қоюланған сүтімізді құямыз. Осылайынан жақсылап жағып шығамыз. Мінекей енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге 30-35 минутқа өздеріңіздің пештеріңізге қарай қоясыздар. Мінекей біздің хит пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сау саламатты болыңыздар.